Сәлем, кәдімгі аспа саңырауқұлағын қуырамыз. Вешенка саңырауқұлағы балғын, яғни свежий болғандықтан суға бір қайнатпай-ақ тек мұздай суға тазалап жуып, суынан кепкенше қоятын боламыз. Чеснокты майдалап турап аламыз. Вешенка саңырауқұлағы чеснокпен дәмді болатындықтан чеснокты көбірек қосам. Жасыл жартылай ащы болгар бұрышын жіңішкелеп турап, қызыл түрінен де жіңішкелеп тураймыз. Суынан құрғаған саңырауқұлақты қолмен ұзыншалап ірілеу етіп турап аламыз. Қазанға сұйық майды құйып, қыздырып, чеснокты салып, араластырып, аз ғана қуырып, туралған саңырауқұлақты қосып, араластырып, майға қуырып, саңырауқұлақтан бөлінген су азайған кезде туралған болгар бұрышын, тұз қосып, араластырамыз. Жай отқа қойып, араластырмай, жұмсарып піскенше қуыратын боламыз. Күрішпен, макаронмен, пюремен, немесе өзінде былай жесеңіз өте дәмді ас болсын.